Үндеу Қазақстан Республикасының президентіне, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы. Біз Маңғыстау облысының тұрғындары мәжілісте жақында қабылданған бұралқы иттердің санын реттеуге бағытталған заңды толық қабылдаймыз. Бұл қолдау жай пікір емес, өмірлік қажеттілік. Соңғы жылдары елді мекендерімізде жағдай күрт ушықты. Балаларды балабақшаға жаяу апару, мектепке жіберу қауіпке айналды. Ересек адамның өзі көшеде еркін жүре алмайтын жағдайға жетті. Бұралқы иттер топ-топ болып бақылаусыз көбейіп кетті. Тұрғындарға, оның ішінде балаларға шабуыл жасау фактілері тіркелді. Бұл тек физикалық қауіп емес, балаларымыздың психологиялық жағдайында ауыр әсер етуде. Сіз өз сөзіңізде жануарларға жанашырлықпен қарауымыз керек, алайда азаматтардың, әсіресе балалардың қауіпсіздігі мемлекеттің сөзсіз басымдығы деп атап өткен едіңіз. Біз осы ұстанымды толық қолдаймыз. Біздің талап қарапайым. Мемлекет ең алдымен адамды қорғауы тиіс. Маңғыстауда бұл мәселе әбден ушығып кеткендіктен, өңірден сайланған мәжіліс депутаттары Еділ Жаңбыршин мен Самат Мұсабаевқа тұрғындар тарапынан бұралқы иттерді реттеу туралы нақты аманат айтылды. Аманат орындалып, заң қабылданды. Алайда заң қабылданғаннан кейін оның нормалары әдейі бұрмаланып, жекеленген депутаттарға қарсы ақпараттық шабуылдар ұйымдастырылуда. Бұл әділетсіз. Сонымен қатар өздерін зоо қорғаушылар деп атайтын кейбір топтардың әрекеттері де сұрақ туғызады. Неге олар дәл осындай белсенділікті итбалық, ақбөкен, аққу, тағы басқа жануарлар қырылғанда көрсетпейді? Бұл жерде мәселе тек жануарларға жанашырлықта емес, басқа мақсаттардың бар екендігін көрсететін сияқты. Осыған байланысты бірінші принципиалды сұрақ қоямыз. Қазақстанда адам өмірі мен денсаулығы бірінші орында ма, әлде жануарлар ма? Конституция мемлекетке ең алдымен адамды қорғауды міндеттейді ме? Егер қолданыстағы тәсілдер тиімді болып, елді мекендер қауіп аймағына айналса, оны өзгерту қажет емес пе? Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, осыған байланысты біз Маңғыстау облысы Мұнайлы аудан тұрғындары мәжіліс қабылдаған заңды қолдай отырып, сізден бұл заңды қолдауыңызды сұраймыз. Құрметті қазақстандықтар, егер сіздің өз өңіріңізде осы мәселе бар болса, бейжай қалмаңыздар. Өздеріңіздің нақты жағдайларыңызды баяндап, президентке ашық үндеу жолдауыңызды сұраймыз. Қазақстанда адам өмірі және ең жоғары құндылық болып табылады. Біз осы шығып жатқан заңды қолдаймыз ба? Қолдаймыз! Қолдаймыз.